24-ші насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла былай дейді: Ей адам баласы! Расында шайтан сендердің дұшпандарың, оған дұшпан ретінде қараңдар. Сендер рахымды, Алланың алдында топ болып тұрған күнді еске алыңдар. Сендер жол-жол болып тұрасыңдар. Барлық амалдарың әрбір әрпімен жазылған кітаптарды оқисыңдар. Жасырын және ашық жасаған істерің үшін сұралатын боласыңдар. Біз тақуаларды жинаған күнді еске алыңдар да, оларды рахымды Аллаға шақырамыз. Ал күнәгерлерді топ-топ етіп тозаққа айдаймыз, су ішуге шыққан мал сияқты. Сендерге уәде мен ескерту бар. Расында мен Алла, маған тең жоқ, менің билігімге ұқсас ешкім жоқ. Кім мен үшін ораза ұстаса, мен оны өз ризықтарыммен тойдырамын. Кім түні бойы маған құлшылық етсе, оған менің дәрежемнен құрмет беріледі. Кім тыйым салынған нәрсеге қарамаса, оны менің тозақтан қорғап қаламын. Мен Раббым, сондықтан маған таныс болыңдар. Мен жомартпын, сондықтан маған шүкір етіңдер. Мен қорғаушымын, сондықтан менен сақтаныңдар. Мен көмекшімін, сондықтан көмек сұраңдар. Мен кешірімшімін, сондықтан менен кешірім тілеңдер. Мен бармаққа ұмтылатын тотпын, сондықтан маған ұмтылыңдар. Мен берушімін, сондықтан менен тілеңдер. Мен құлшылыққа лайықпын, сондықтан маған құлшылық етіңдер. Мен білушімін, сондықтан менен қорқыңдар.